Осы видеода мен біздің санамыздан негатив ойларды қалай алып тастауға болатынын айтатын боламын. Олар бақшадағы арымшөптер сияқты, егер де оларды қараусыз қалдыратын болсақ, олар біздің армандарымызды, шабытымыз бен үмітімізді шырмап тастайды. Негатив ойлардың біз үшін ешқандай құндылық жоқ десек те, біздің санымыз үшін бұл жақсы ой ма, әлде деструктивті ой ма, бәрібір. Қандай ой болса да, бірдей ойлай береді. Ал біз үшін оның айырмашылығы өте маңызды. Себебі олар біздің өмірімізге ықпал етеді. Болашағымызда болуы мүмкін жағдайларға әсер етеді. Бірақ біздің санамызға бәрібір. Осы жерде мынаған назар аударыңыз. Мен екі бөлек нәрсе сияқты, сіз және сіздің санаңыз деп бөліп айтып тұрмын. Менің осылай айтуым себебін, шынымен де олар бір нәрсе емес. Ендеше мынаны жақсылап естеріңізде сақтап алыңыздар. Сіз сіздің санаңыз емессіз. Дәл осылай қолыңызға қатысты айтуға болады. Сіз сіздің қолыңыз емессіз. Сіздің қолыңыз сіздің бір бөлігіңіз ғана. Сіз сіздің аяғыңыз емессіз. Сіздің аяғыңыз сіздің бір бөлігіңіз ғана. Сондықтан сіздің санаңыз сіз емессіз, санаңыз сіздің бір бөлігіңіз ғана. Ол сіз емес екендігіңізді түсініңіз. Сананың күшін басқару жөніндегі менің онлайн курсымда санаға қатысты қолданылатын терминдердің бірі бұл ұлағатты өтірікші. Біздің санамыз бізді ұдайы алдайтындықтан мен оны осылай атаймын. Ол бізді шектейді, бізді ақымақ қылады, негативті ойларды сыбырлайды. Егер өзімізді біздің санамыз деп ойлайтын болсақ, онда басымызға келген әрбір ойға сенуімізге тура келеді. Бірақ біз біздің санамыз емеспіз. Бізге негатив ойларды санамыздан алып тастауға үйренуіміз керек. Мұның 4 жақсы әдісі бар. Екі әдісін дәл қазір айтып берейін. Бірінші әдісі бұл кесіп тастау. Басымызға бір негатив ойдың кіріп кеткенін байқай сала, біз бірден оны кесіп тастап, оның орнына өзіміздің қалауымыз бойынша басқа бір ойды қоюымыз қажет. Бізге негатив оймен сөз таластырудың, оған талдау жүргізудің және одан қорғанудың қажеті жоқ. Жай ғана оны ойлар ағымнан кесіп алып тастасақ болғаны. Осы әдісті қолданған кезде ең маңыздысы бірден әрекет ету. Басымызға негатив ой кірген кезде сол мезетте бірден әрекет жасау керек. Мысалы, сіздің басыңызға сіздің түпкі тұрғысыз адам екеніңіз туралы, ешқандай да жақсылықтың болмайтындығы туралы ой келді делік. Сол сәтте сіз, міне, негатив ой деген осындай болады деп, оны кесіп алып тастайсыз да, санаңызға оның орнына өз қалауыңыз бойынша басқа ойды енгізесіз. Енді екінші әдіс, бұл мүлдем басқаша. Біз негатив ойды кесіп алып тастағанның орнына оған бір белгі тағып қоямыз. Мысалы, біз өзімізге былай дейміз. Мен қазір тырнақшадағы негатив ойларды басымнан өткізіп жатырмын. Естеріңізде ме, негатив ойларға біз өзіміз күш береміз. Қазір мен сіздерге бір өте маңызды нәрсе туралы айтып берейін. Егер де осы бір ақиқатты жақсылап түсініп алатын болсаңыздар, онда осы бір ақиқат арқылы барлық негативті ойлармен 75%-ға күресе аламын деп санай беріңіз. Бұл ақиқат мынандай. Негативті ойлар, біз оларға назар аударатын болсақ қана бізді билеп басқара алады. Ал егер де біз негативті ойларға көңіл аудармайтын болсақ, онда оларда ешқандай күш болмайды. Мысалы, сіздің басыңызға, Құдайым-ау, мен қарыздарымнан ешқашан құтыла алмаймын. Бұдан былай бәрі қиындай бермесе ешқашан жақсармайтыны анық деген ой келді делік. Осы кезде сіз бұл туралы талқылап ойлай бастайсыз, осылайша негатив ой сізден күш алып, сізді әрі қарай жаулай бастайды. Негатив ойлар сүлік сияқты сіздің психикаңызға жабысып алады. Сондықтан екінші тәсілді дұрыс қолдану үшін өзіңізге мұның жай ғана негатив ой екендігін, мұның ешқандай да шындық емес екенін еске салсаңыз жеткілікті. Біраздан соң мұның шынымен де жай ғана негатив ой екендігін өзіңізде аңғара бастайсыз және осылайша оны күшінен айырасыз. Егер негатив ойлар біздің санамызға дабыл қағып, сирена ойнатып немесе арнайы бір сигнал беріп келетін болса, қандай керемет болар еді. Мысалы, қазір сізге негатив ой келеді, оған сенесіз бе, сенбейсіз бе, өзіңіз шешіңіз деген сияқты. Негатив ойлар осылай көрінетін болса, шынымен керемет болар еді. Бірақ шын мәнінде жағдай басқаша. Негатив ойлар біздің санамызда туындаған кезде, олар қожайын, мырза сияқты.
сенімен не болатынын қара деп келеді. Олардың күш естілетіні соншалықты, егерде өзімізді біздің санамыз емес екенін білмеген жағдайда соған көніп отыра беретін едік. Есіңізде сақтаңыз, сіз енді олай жасауға міндетті емессіз. Ақыл ойдың 6 заңдылығының 4-шісі ол бақылау заңдылығы. Онда былай делінген: біздің санамызға ұдайы әртүрлі ойлар келіп жатады, бірақ оларға кедергі келтірмей жол береміз бе, әлде оларды ойлауды тоқтатамыз ба, өзіміз білеміз. Бұл біздің қолымызда. Біз өз ойларымызды өзіміз басқара аламыз. Ендеше келесі жолы басыңызға бір негатив ойдың келгенін аңғарсаңыз, осы екі әдістің бірін қолданып көріңіз. Өз санаңызды негативті ойлармен толтыруды тоқтату керек. Оларға өзіңізді басқаруға жол бермеңіз. Бүгіннен бастап сіз өз санаңызды негатив ойлардан тазалауға болатын екі әдісті білесіз. Бұларды барынша көбірек қолданыңыз.